аяқ астынан бұл 6 күннің ішінде жаңағы 9 қаңтарда жаңағы телеграмманы жіберді станцияларға. Сонда 15 қаңтарда жаңағы күшіне енгізілді. 6 күннің ішінде жаңағы біздің тасымалдаушылар, жеке тасымалдаушылар, соның бәрін өзгерту керек. Қалай ол? Мүмкін емес қой. Бұл 10 мың вагонның дөңгелек жұбын өзгерту деген, бұл бір автокөліктің дөңгелегін өзгертуге қанша уақыт пен қаржы кетеді? Иә, дұрыс айтасыз. Мынау енді сұмдық қой, мынау қалай? Дұрыс айтасыз. Жаңағы бір вагонға 4 пара дөңгелек жұптары керек, иә, 4. Бір дөңгелек дейміз, доңғалақ дейміз, сол жұпты ауыстыру үшін 1.800.000 керек. Біреуін ауыстыру үшін. Ал бір вагонға 4 доңғалақ жұбын ауыстыру керек. Сонда қарасаңыз, жаңағы біз санағандай 7.200.000 теңге жаңағы бір вагонға кету керек. Бір вагонға. Былай қарасаңыз, жеңіл машинаның бір құны ғой, иә. Былай қарап отырсаңыз. Бұл сауал жаңағы жолдағандарыңыз кеше өте маңызды болды. Өйткені біз хаты осы мәжіліске де жолдадық, фракцияға жолдап, көлік министрлігіне жолдадық. Бірақ көлік министрлігі әзірше жауап бермеді. Қазір тек қана осы іс-қимылды сіздерден ғана көріп отырмыз.